Жақсы ұстаз шәкіртінің шырағы, ол білімнің, тәрбиенің тұрағы. Сусындатып білімімен әр жасты, оқы және оқы деп тұрады. Мен Хембекова Несібелі Қарағанды гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығын тәмамдағалы отырмын. Ұстаздықтың ұлы жолын колледж қабырғасында жүріп-ақ бастап кеттік. Мұғалімісінің сырттай қарапайым болып көрінгеніменен, қызығы мен шыжығы қатар жүрер, ең үлкен жауапкершілікті талап ететініне көзіміз айқын жетті. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Әсілі мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді, абзал жандар. Бүгін мен және менің достарым үшін жауапты күн. Себебі бүгін киелі білім ордамыздағы алған біліміміз таразыланбақ. Мемлекеттік емтихан тапсырамыз. Үлкен өмірге қадам басуымыз өзгеше өтіп жатқандығы бәрімізге де аян. Әлемді дүрліктірген COVID-19 пандемиясы елімізде басталғалы біз оқуды білім ал платформасында жалғастырдық. Бұл біз үшін аса қиындық тудырған жоқ. Білім менімен құдық қазғандай екеніне тағы бір мәрте ұғындық. Ұстаздарымыздың еңбегін бағалап, ата-анамыздың үмітін ақтауға тырыстық. Мұғалім жаңашылдыққа дайын, ізденімпаз, сабырлы және ақпараттық технологияны жетік меңгеруі керек екенін түсіндік. Біз мемлекеттік емтиханды Zoom платформасында тапсырамыз. Түн артынан күн шығатыны сияқты бұл пандемияны әлем болып жеңіп шығатынымызға сенемін. Ұстаз болу жас ұрпақтың жарқын болашаққа барар жолын айқындап беру. Мектептің жүрегі болуға асығып, тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді мұғалім мамандығын таңдаған әрбір досыма сәттілік, үлкен жеңістер тілеймін.